Бүгін біз оңай құраммен тез даярланатын чебурек пісіреміз. Менің ас мәзірім бойынша ол үшін бізге ұн, тұз, алдын ала даярланған картоп безбесі, қанжылым су қажет. Ең алдымен ұнға тұз қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мендегі тұз өте ұсақ болғандықтан мен ұнға бірден себеледім, ал сіздер суға араластырып езіп алсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 10-15 минут тынықтырып, бастырып қоямыз. Артынша чебурегіміз біздің әдемі формада шығу үшін бөлшектерге бөліп, домалақ формаға келтіреміз. Дайын болған домалақ форманы біркелкі жып-жұқа етіп жайып, артынша картоп безбесін салып, жан-жағын біріктіреміз. Жан-жағын біріктіріп болған соң, сіздер шаншқымен басып өтсеңіздер болады, бірақ маған чебуректі осылай ирек етіп, әдемі қылып түйген ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер, дастарханда өте сәнді әрі әдемі көрінеді. Дайын болған чебуректерімізді пісіру үшін қызып тұрған табаға чебурек батып тұратындай етіп мөлшерлеп май құямыз. Артынша қатты қызып тұрған майға чебуректі қуырып аламыз. Чебуректеріміз дайын, ас болсын. Каналға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.